Мгм. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту жүйесіне көшіп отырған жайымыз бар. Яғни елімізде төтенше жағдайға байланысты, пандемияның белең алуына байланысты, індетті алдын алу мақсатында білім беру жүйесі қашықтықтан жүргізілуде. Сондықтан да биылғы оқу жылында әрбір мұғалім өзінің кәсіби біліктілігін шыңдап, өз дәрежесінде оқу мен оқыту жүйесін ұйымдастыру негізгі мақсат болып туындап тұр. Оқу мен оқыту жүйесінде осы уақытқа дейін әрбір мұғалім офлайн жүйесінде білім беруге дағдыланған болса, бүгінгі таңда онлайн педагог дәрежесіне, мәртебесіне ие болу бүгінгі күннің басты талабы болып отыр. Сондықтан да мен онлайн педагог марафонына қатысып, алғашқы кіріспе сабағымды ұйымдастырып отқан жайым бар. Мен мұндай онлайн педагог марафонына қатысудағы негізгі мақсатым өзімнің мұғалімдік имиджімді қалыптастыру, ақпараттық құзыреттілігімді арттыру арқылы кәсіби біліктілігімді шыңдау. Қашықтықтан тиімді оқыту формаларымен жұмыс жасап үйрену арқылы 2021 жылғы оқу жылын 1-ші тоқсанын өз дәрежесінде білім беруді негізге алу. Құрметті әріптестер, бұл марафонға жан-жақтан, яғни түрлі облыстардан, аудандардан білікті мамандар қатысуда. Яғни сол білікті мамандармен алдағы уақытта өз кәсіби байланысыңызды нығайту үшін әрдайым таныстық жасап, жақсы жұмыстарды жүргізу керек деп ойлаймын. Сондықтан да мен өзімді таныстырып өткенді жөн санаймын. Мен Шымкент қаласы Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64-ші мектеп гимназиясының жоғары санатты қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Салыбекова Бибігүл Есімханқызымын. Яғни бүгінгі таңда мен педагог зерттеуші, филология ғылымдарының магистрі, мектеп тренері сынды міндеттемелерді қоса атқарып, өз ұжымында белсенділік танытудамын. Құрметті әріптестер, назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Алдағы күнде сіздерден жақсы, игілі жұмыстарды күтіп, етене тығыз байланыс жасаймыз деп уәде беремін. Осы марафонды ұйымдастырып жатқан Гүлнұр Қойлыбаеваға үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет.